Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты. Қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптамы. Сөз саптам, сөзді жүйелеп, қисынын келтіріп айту машығы. Бірліктері мәтін және абзац. Шаршы сөзді, сөз тіркестері мен сөйлемнің ерекше стильде болу емес, сөздің нормаға сай және қисынды болу маңызды. Ақтөбе облысы Шалқар ауданы тұрғындарының сөз саптау үлгісі. Дәменов Боранбай Қабылұлы. Ақтөбе облысы Шалқар ауданының тұрғыны. Жасы 70-те. Жүргізуші, ат жаратушы болған. Қазір зейнетте. Орта жүз уақ руының, кіші жүз қабақ руының арасына қалай көшіп келген жайлы әңгімесінен үзінді. Біз енді оның қай кез екенін білмейміз, бірақ Тама Есеттің бар кезінде келген екенбіз. Сояқта бір төренің ба, бір жақсының баласын өлтіріп алады аталарымыз. Сояқтан 17 бірге туған адам бар, туыс адамдар болып бері қарай шығады ғой. Қашып шығады шеш? Қашып шығады. Сосын түс көре ме? Әлде ол кезде дұрыс таза адамдарға аян бере ме? Тама Есет батыр, Көкілі. Қазақ сөз саптамындағы кісінің аты жөнін айту үлгісі бұлай болған. Алдымен руының аты, сосын өз есімі, сонан соң әкесінің аты. Тама Есет батыр, Көкілі. Ұрмай, мен деп бір пақырлар шықты, алдынан шығайықшы деп. Көп әскер емес, өзінің осы қалай деген 15-20 адаммен шығады ғой. Сол шығып, жаңағы біздің келеткен адамдардың жолын тосады. Тосқаннан кейін... Суалы батыр мекен, ағылатта айта кетші қазір. Осы болар бұру келатыр, неге бұру келатқан менің есіткен әңгіме. Осы Шиелінің тұстарынан әлде қашып солай қарай өтіп бері бұрылды ма? Шиелінің тұстарынан кездеседі жаңағы Есет бабамыз. Сосын айтады, мынау тұрған мына төбенің басында ертең кездесерміз. Сол арада шешілер әңгіме. Деп кейін қайтып кетеді. Ертеңіне келеді сәскелер уақытында. Хабарлас дейді, ол кезде адам жібереді, хабарлас. Адам барып, аналармен хабарласқанда, оның да адамдар тегін емес пе? Ұрмай, мына бір бұлт ойнады ғой төбесінен. Біреуінен жылан болып, біреуінен жолбарыс болып көрінеді ғой, жаңағы адамдар. Анау адам кім деп, сол келген адам айтады, оның ішінде құры жоқ. Бәрі де тегін емес адамдар. Сол арада келген өздерінің келатқан әскеріменен қолбасшы айтады. Тәуір адамдар екен, мына қан төгіс қылмайық, адамдар шығынға ұшыратпайық құрдан құр. Жай келсін бе келіп қайтайық деп қайтады ғой. Сонан жаңағы Тама Есеттің елінде бір жылдай тұрған екен, жаңағы біздің бабаларымыз. Әуелде шыққанында 17 үй деп айтады, баяғыда Қонысбай дейтін ағамыз, мына Өтеш Жұмағали дейтін ағамыз. Ағамыз, дәстүрлі қазақ сөз саптамында жас үлкен кісіні, жақыны болмаса да жақын етіп, бірінші жақ көпше түрмен сөйлеу етикеті бар. Зауышыне оқып жүрді Алматыда. Сол кезде Сәбит Мұқановтың үйіне сәлем береміз деп барыпты. Сәлем беру көбіне жас үлкен кісімен, немесе алыстан келген кісімен амандық саулық сұрасып, арнайылап үйіне бару, әңгімелесу. Соң осындай әңгіме басталып, осындай ұру жайлы айтылған кезде, андай этажеркісіне бір брошюра кішкентай. Соны алып, ой, сендер 1714 жыл шыққан екесіңдер, 17 үй болып, 3 үйі жолда қалған екен, 14 үй барған екесіңдер деп. Біз сол әңгімеге қарап, 1714 жыл деп айтамыз. Жаңа ағаларымызға Сәбит Мұқановтың айтқанымен. Сонан бір жыл тұрдық, Баймағамбет Сұлтан дейтін кісі Тама Есетке 2 жылда ма, 3 жылда ма келіп сәлем беріп кетеді екен. Ол кезде көлік ат қой енді, күнде келе алмайды, жылда келе алмайды. Сол келгенінде жаңағы біздің ел сол Тама Есеттің ауылында екен, ішінде сұлу апамыз бар екен дейді.
Сол апамызға сол Байеке Сұлтанның көзі түсіпті ғой. Соған есет біліп, сен маған сәлем беру емес, әйел іздеп жүрген адам сияқтысың деп шамалы айтқан менен кетерінде айтыпты. Өзің уақытың тауып, жөн жоралғының менен пәлен уақыттың шамаларында мына жер аяғы кеңейгесін келерсін деп сол апамызды ұзатыпты ғой, есеп ие болып. Сонда 40 жыл тұрыппыз біз. Байеке Сұлтанның қолында жездемізде. Жездеміз қайтыс болғаннан кейін, осы баяғыда ғана 2 жылқышы батыр еді ғой. Пәлен деген, түген. Сол ауылдың қасында 3-4 километр жерде өлді ғой, құраған шаншып. Осы уақыттардан келіп жүр. Мына жездесін арқасына тағып, бұлар анияқтан да дұрыс келмеген адамдар. Бұлардан құн алу керек деп жағады ғой енді. Түсініксі бар, түсінетіні бар, барлығы ортаға салып ақсақалдың. Соған ертең жер аяғы кеңсін, пәлен айдың пәлені күні құн аламыз, дайындарыңдар деп адам жібереді. Содан енді ұлтанды ел, шағын ұру. Ол енді қалайда сескенеді ғой, серпіледі ғой. Соған түйесіне сыймаған жүкті, сосын жүрмейтін оны-мұны жаман жаутып, төлін, малын, ондай-бұндайларын тастайды да, өздері жайық өзені неғылмай ермей тұрғанында мұзбенен өтіп кетеді ғой. Соған мен сияқты біреу жібереді, уақыттар отырма барып Қарақбайдың деп. Мен сияқты біреу. Қазақ сөз саптамында өзін тыңдаушыдан төмен етіп сөйлеу этикеті бар. Алыстан көреді, ана малы жүр, ана жолмай үйе тұр, бар екен деп көп жақындамай қайтып кетеді. Қорқама сескенде. Sonra құн алатын күннен 1-2 күн бұрын адам жіберіп келсе, үй да жоқ, адам да жоқ, мал да жоқ, жаман жоқтық мал өліп жатыр, жолмай жаңа сыймаған күрке жаман үй тұр, із көнеріп кеткен, су ерместен бұрын өтіп кеткен бол. Бұл өтіп кеткенде қаяққа барамыз деп келеді. Бұл әуелде осы жағдайдың боларын біліп, осы ырғыздама съезд болады. Жер-жерден адам шақырады, аяқ жетер жерді. Сол съезге баян екенді, енді біз шалдардан естігеніміз қой, ұмытып та қаламыз қой, күнде айтылып жүрмегесін. Қай жылы дедіңіз? Біздің келгеніміз жаңа съезд болған. Съезд болған енді былайша қарасаң, жаңағы 14-ші жылы келсек, 40 жылдан кейін шамада болып тұр ғой, енді 14 болса 54-ші жылдардың шамасы 1700. Сонан 15-16 жасар ма, 12 жасар ма әйтеуір жас бала жігітті, мына елінің шалдары кетіп баратқан жерге бұларды ертіп, бірді аттарын тауып қоя берген ғой. Сен сол елге бар, жер-жерден адам келеді. Қай ел бізге ұнамды болады, көше қойса. Қай ел бізді сыйғызады. Сол адамдардың жобасын білдейді ғой. Қазақ тілі дәстүрлі сөз саптам үлгілерінің прагматикасы атты гранттық жоба аясында Ақтөбе облысы Шалқар өңіріне барған іс-сапар материалдары негізінде әзірленген. Жоба жетекшісі Құралай Бимолдақызы Күдеринова. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білім институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор, бейнеролик авторы Құралай Күдеринова. Әзірлеген Аслан Сұлтанғазы. Дыбыстаған Дидар Садық.